Анасының тартқан домбыраның әуезді әнін естіп өсті. Түбінде құлақтан кіріп бойдалған әсем әуен олардың болашағына ықпал етерін кім білсін. Олар өнер айдында кең қанат сербіді. Оларға ықпал еткен әкелері. Әкенің тәрбиесін еш мектеп бере алмаса анық. Сәлеметсіздер. Сіздермен риясыз хабары. Бүгінгі санда әке мен оның қыздар арасындағы риясыз қарым-қатынас жайында айтатын боламыз. Көріп, көзайын болыңыздар. Қымбатты телекөрермендер, риясыз хабарының бүгінгі қонақтары Әдемай дуэті және де осы қыздарды өнер жолына баулып жүрген әкелері Бақытбек Тілеубердиев. Қош келдіңіздер. Қош көрдік. Көңіл-күйлеріңіз қалай? Әдемі. Аллаға шүкір, жақсы. Бақытбек аға, осы қыздарыңызды өнер жолына жетелеген өзіңізсіз. Жалпы қыздарыңыз әрбір сұхбаттарында айтып отырады, осы біздің бойымызға дарыған өнер әкеміздің қанымен келген дейді. Ол түсінікті, ал десе де сіздің бойыңызға дарыған өнер қайдан келді? Өнер енді өнер жерде жатпайды дейді негізі біздің қазақ. Өзі кішкентайымыздан анамыздан шілетіп түскеннен бері мынау қазақта мақал бар ғой, киіз үйдің жақсы болу ағашынан, адамның жақсы болу нағашынан дейді. Негізі мынау Жанқұлиев қайтыс болып кетті, ол кісі енді Әзімбек Жанқұлиев менің нағашыларым негізі, жаңабайлар. Негізі менің шешем жақтан өнерлі болған бәрі, ақын болған кісілер енді. Бірақ әке жағымда да құрал ақын емес, ол кісілерде де өнері бар. Солардан дарыған ғой деп ойлаймын. Негізі ананың үстінен келеді ғой негізі бойға қасиетке. Жалпы қыздар өнер жолына қалай қадам бастыңыздар? Біз балалық шағымыздан, кішкентай әлди кезімізден деп те айтсам болады, әкеміз домбырасын ала салып, біз жылай бастаған сәтте болмаса бір бос уақытында бізге ән шырқай жөнелетін. Содан бастап мүмкін соның бір септігі шығар. Сол балалық шағымыздан ән айтып келеді бізге әкеміз. Одан өсе келе түрлі үйірмелерге қатысты. Біздің бос уақытымыз мүлде болған жоқ. Сабақ, міндетті түрде сабақ, одан кейін неше түрлі үйірмелерге пианиносы бар, домбырасы бар, оның ішінде журналистикасы бар, бірте-бірте биі бар. Бәріне бірден қатыстыруға тырысты. Біздің бос уақытымыз мүлде болғызбауға тырысты. Содан келе, өсе келе екеуміз жеке айтып жүретініміз, Әсел бөлек айтып жүрді, мен бөлек айтып жүрдім. Одан кейін келе әкеміз бір мерекелік кешке ән шырқайтын болды, Әсел. Одан кейін әкеміз бізге ұсыныс тастады. Сендер бірге ән айтып көрсеңдер қалай қарайсыңдар, мүмкін ерекше болады, топ болып көріңдер деп. Әлі атымыз қойылған жоқ, Әдемай дуэті қойылған жоқ. Одан кейін шығып көрдік мерекелік кешке, Әсел болып. Жаман емес, жақсы халық жақсы қабылдады. Екеуміз бірге үйлесіп кеттік. Содан бері аяқ басып келеміз. Әсемнің сөзін толықтыра кетейін. Біз кішкентай кезімізден деп айтып жатыр ғой. Сөзі өте рас. Бала күнімізде біз қуыршақ ойнайтынға уақытымыз көп болмайтын. Күніге біз ауылда тұрдық. Ауылдан күннің ыстығына қарамай, қыстың суығына қарамай қолымыздан жетектеп үйірмеге алып келетін. Ең алғаш біз би үйірмесіне қатыстық. Менің артымнан Әсем ерді. Солай апта 7 күнде 6 күнін 6 түрлі үйірмемен өткізетінбіз, жексенбіде болатынбыз. Солай өнерге қадам басып кеттік. Әкем айтпақшы, нағашыларымнан деп жатыр ғой. Біздің де нағашыларымыз өнерден кем емес. Біздің де нағашыларымыз өнерге қатысы бар. Сонда екі отбасынан шыққан болып тұр. Бар енді кішкентай кезінде ол кезде енді жұмыс бабы қиын болды ғой мысалы. Жаңағы мамалар жұмыс істейді, жұмысында. Енді ол кезде жаңағыдай андай ақша төленбейді. Соны бұлар бесікте жатады негізі. Мен ол кеткен кезден жуатуымыз керек қой. Алып, шешіп жуатып көрмейді. Сол мен домбырамды аламын да әйтеуір өзім халық әндері бар әйтеуір әй көкембір әйтеуір өзім көңіліме ұнаған әндерді айтып. Содан мен өзім ойлаймын бұлардың кішкентайынан бойына сіңірдім ойлаймын. Тәрбие тал бесіктен деген сөз осыдан шыққан болар бәлкім. Десе де халық айтса қалып айтпайды дейді ғой. Өзі келе 2-ші ме 3-ші класста бұлар мен қалаға тасыдым ауылда. Күн суық Әселді бардым, Әкбеймен жолықтырып сөйді, қандай үйірме бар, қайсысына бейім болады, соны көрейік деп. Содан өсе келе, кейін ауылда кішкентай мен өзіміздің мектепте, мен мұғалім болып істедім. Сол жерде әнші балапан болады, күз балды болады, алғы янда кештер болады, көп болады бізде.
алай нұрға барамыз жаңағы сол жерде ең бірінші әні угай деген ән еді. Угай әдеміз деген бір ән бар еді. Халық әні ғой әдемі жаңағы. Соны Алтынбек деген музыкант бар, асаба, ол кісі де осы біздің Таразда үлкен кісі, жақсы жігіт. Сол кісінің жаңағы сүйемелдеуімен тірідей қылып Ямахамен айтып, сол кезде бас жүлдені бірінші орынды алған. Бір айта кетерлігі, жалғыз әнді үйретіп қана қоймай, бізді сахнаға шығатын кезде шашымызға дейін әкеміз сәндеп береді. Кішкентай кезімде бар кезде өрт беретін. Әлімді қаттап тұр. Мен қатты бергенді жақсы көретін. Күшті өрт беретін. Бес аспап десе қателеспей айтамыз. Аға, жалпы осы қазақта енді айтады ғой, өнер жолы ауыр жол дейді. Десе де қазақта жалпы қазіргі таңда әкелері қыздарының өнер жолында жүргенін қаламайды. Ал сізде керісінше өзіңіз жетеледіңіз, жеткіздіңіз, өнер жолына өзіңіз алып келдіңіз. Жалпы жүрексінген жоқсыз ба? Жоқ, енді бұл жерде былай деп айтсақ болады негізі. Бұл енді тәртіптің бәрі отбасынан басталады дейді. Мен өз негізі енді балаларды жақсы көргенмен, мен айналайын деп көрмеген адаммын негізі. Мен анау өзі кейбіреулер айтады сәл суықтау дейді. Бірақ енді бір жағы сол мінездің жағы болды ма, сол отбасынан тәрбиені үйретті болды кішкентайынан. Дастархан басында отырғанда мысалы анау мынаны бізде кейде біреулер айтса, мынау істеуге болмайды, жаман болады. Бірақ оның ар жағында не жаман, не істеу керек. Сондайларды ашып айтпайды. А мен соның бәрін ашып айтып, бұларға көздерін ашып үйретіп, ненің жақсы, ненің жаман екенін, үлкенмен қалай сөйлесу, кішімен қалай сөйлесу керек, қандай сөз айту керек, кімге не айту керек екенін, сол кішкентайынан құлақтарына сіңірдім деп ойлаймын, ана секілді. Әкем айтып отыр ғой, қаталдау тәрбиеледім деп. Бұл сөз өте орынды. Біз кішкентай кезімізден түгел ашық сөйлесетін. Әкеміз бетімізге айтатын. Ешқандай да бір киімге келсін, шаш сәндеу болсын, ешқандай шектеу қоймайтын. Көріңдер, үйреніңдер, мен сендерге сенемін. Абай атамыз айтады ғой, ақырын жүріп анықпас, еңбегің кетпес далаға деп. Сол сөзді жиі айтып отыратын. Біз әкеміздің, анамыздың айтқан әрбір ақыл кеңесін, сөздерін айтқызбай ұғып, айтқызбай жасап қоятынбыз. Солай етуге тырысатынбыз. Мен енді осы тұрғыда барша көрермендерге де айта кеткім келеді. Әр жанұяда әке мен ана мен балалардың қарым-қатынасы жаңағы тікелей болса, балалар өз ойын ата-анасына ашық айтса, ақыл кеңесін ұялмай сұраса, сол кезде отбасында жаңа дұрыс жолға түседі деп өзім айта алатынмын. Көз ашық болады да. Мысалы әкесі баласын айту керек, анасы қыздарын айту керек. Көп бізде қазір кездесіп жатады ғой. Шай ішкенде мынау дастархан басында отырғанда кейбір ата-аналар сөйлемейді. Анау не, анау бүйт. Негізі 100 сөздің ішінде анау білгенім 9, білмегенім 99 дейді ғой. Сол бір 100 сөздің ішінде бір 2 сөз ойында қалатын шығар. Негізі мен енді өзім әкемнен тәрбие алдым ғой, жалғыз бала болып өстім. Бірақ мені еркелетіп, сен жалғызсың, ананы да әпер, мынаны да әпер. Қолынан келгенін бәрін әпереді, бірақ еркелетпейді. Сол кейде өзім ойлайтын. Неге мен еркелетпейсіз осы? Ертең жалғыз балалар бүйтіп жүр, анау шауып бүйтіп жүр, жеген аузында, есі алдында деп жаңағы айтады, балам, бұл өмір дейді. Ертең мен кетемін, мен кеткеннен кейін өзіңе байланысты дейді. Мен осы айтқан сөзімнің бір 2 сөз менде қалатын шығар ойымда. Сонымен айтсаң өмірің сол бір немен кетеді дейді. Сол айтқан рас екен негізі. Бірақ ол кезде әкеміз айтып жатқанды жақтырмайды біз. Енді рас қой, бүйтіп қоямыз да кейін былай шыққан соң, былай дұрыстап ойланып қарасаңыз, ол кісінің айтқаны дұрыс болып шығады. Әкенің көп жасағаннан сұрама, көп көргеннен сұра дейді ғой біздің қазақ. Жалпы қыздар сіздерді көбіне егіздер деп қабылдайды. Осы 2016 жылғы ұлттық арнадағы бүгін жексенбі хабарына да сіздерді егіздер етіп шақырған болатын. Қасиет па білмеймін, түсінбедім. Осы топ құрылғаннан бері егіздеді. Одан бұрын жеке жүргенде мүлдем 1% болсын адам айтқан емес егіздер деп. Қалай топ құрылды, қалай сахнаға шықтық, қалай суретке түстік, содан бастап бізді егіздер деп шатастырады. Кей кездері адамдар бір-бірімен бәсекелесіп, мысалы бір-бірімен састырады, олар егіз болмаса әпкелі сіңілі деп. Бәсекеге елдің қызығушылығын оятқан осы сұрақ. Айтып отырсыз ғой бүгін жексенбі хабарында деп. Ол хабар тікелей эфир болатын. Біз тікелей эфирге ол кезде негізі өте қызықты жайт болды, айтып өтейін. Таң 6-дан оянып, жаңағы өнер деген өзі сондай қиын сала ғой. Күн демей, түн демей ұйқымызды бөліп таң 6-дан даярландық.
тікелей эфирге Астана қаласын білесіз, күннің суығы, тікелей эфирге баратын кезде екеуміз де шашқа себетін қалай айтсақ лақ деп жатамыз ғой, қатырғыштан уланып қалдық екенбіз бағдарламаға түсер алдында. Сонымен шегінерге жол жоқ, алдымызда Мәскеуде тікелей эфирді алып шығу керек қалайда деп уланып қалсақ та сол жерде уланғанымызды, ауырғанымызды білдірмей тікелей эфирді алып шықтық. Дегенмен эфир барысында журналист тікелей эфир кезінде егіздер деп хабарланып айтып жіберді. Арасындағы уақытта жарнама кезінде мен неге егіз дедіңіз, біз егіз емеспіз ғой, бұл дұрыс болмады дегенім сол еді. Мен енді қателесіп кеттім. Мен үшін өтініш, сіздер солай айтыңыздаршы. Егер сіздер олай айтпасаңыздар мен жұмыстан қуыламын деген журналистің де қамын ойлап солай айтуға тура келді. Бізді егіз қылған халық дер едім. Біз егіз болып жаралмасақ та егіз болып кеттік. Ойымызда бірдей, бойымызда бірдей, бір-біріміздің ойымызды оқып отырамыз. Бір арнада тоғысып отырады. Мынаның ойын мынау біліп тұрады, мынаның ойын мынау біліп тұрады. Кейде ата-анамыздың өзі шатастырып алатын болды. Әсел қайсысы? Бір киім өлшемі болды, бірдей киімді таңдай саламыз бірге. Жалпы екеуміз бір адам сияқты өмір сүріп жатырмыз. Бізді егіз қылған халыққа осы үшін де алғысымызды айтқымыз келеді. Жалпы айтады ғой, баласы жаңағы бәйгеге шапша, атқа мінсе шешесі тақым қысалып отырады дейді. Аналарыңыз жайлы айтып өтсеңіздер осы тұста. Анасы енді 1971 жылы туған кісі, ол кісі Мойынқұм ауданынан шыққан, Көктерек деген ауылдан шыққан, өте өнегелі, тәрбиелі, қазақта мақал бар ғой, таңдап жүр, тектін ал, көріп жүр, көріп ал дейді ғой. Біз енді кезінде мынау Құлпырған совет дейді ғой, ол сөйтіп атайды, Құлпыр совет деп жүрді ғой. Сол жерде оқып жүр, ол кісі мынау біздің стат техникумда, бухгалтер мамандығында оқиды. Содан енді мен енді білмеймін, бұйырған кетпейді, қуған жетпейді дейді. Менің өз әдетім сол, бір жерге ортаға барсам, 10 минутта отырамын, 10 минуттан бәрін өзімді қаратып аламын. Содан жаңағы біздің өзіміз лағман деген барады ғой, сөйтіп тамақ ішеміз, балалармен жүреміз, содан танысып, содан біздің ауылға шақырып, тойға шақырып, содан өйтіп жүріп, Алланың бұйрығы шығар енді, осы сол кісіні алдық, Құдайға шүкір. Содан енді мен өкпелемесін деп, екі әмін Әдемаймен, Әсеммен, Әселді, Болатпен Жүзмұратты дүниеге алып келіп берді, Құдайға шүкір. Анасының мыңды алғыс. Қазір енді мамандығы мектепте. Кітапхана меңгерушісі. Өнерден құралақан емес, киіндіріп әнші айтады. Киіндіріп шығарайық десек, кетіп қаламыз. Алғашында өнерге келуімізге біздің қарсы болған, басқа мамандықты таңдаңыздар. Енді Әсем музыкалық білім алды. Медицина қызметкері болсын деп армандаған, дегенмен кейіннен уақыт өте келе халықтың ыстығы ықыласы, аямай соққан қошеметін көріп, анамыз жаңа айтып отырсың ғой өзің, баласы бәйге шапса анасы үйде тақым қысып отырып деп, әр байқауға бізді баптап, үйден тамағымызға дейін салып, киімімізге дейін тіктеп, батасын беріп жіберіп отырады. Өнерге деген көзқарасы өзгерді, қазір өнерді өте қатты жақсы көреді, қолдайды. Дегенмен ол кісі өте қарапайым. Арасында айтып қойды. Аға, бәке, сіз осында жүріпсіз. Енді Құдайдың бұйрығы ғой, балалардың талабы болып тұрса, неге бұларды жетектеп үйренбеске? Құдайға шүкір, халықтың алдына шықсын, ойындағы жақсы өнерлерін көрсін, халық егер өзіне тартынатса, онда бұлардың жолы алға кете береді. Әсем екеуміз де шығармашылық мамандық таңдадық қой. Енді екеумізден кейінгі ініміз бар біздің, Болат. Болат та 11-ші сыныпты тамамдаған соң, ол да өнер саласына барам деді. Ол да мәдениет саласын таңдады. Басқа салаға бара алмады. Одан кейінгі кішкентай ініміз бар, Ділмұрат. Оның жасы небәрі 7 жаста. Кішкентай болса да 4 жасынан біздің артымыздан еріп қалмайды. Той десе той, концерт десе концерт, үлкен іс-шараға дейін барып, ол да өнерге жақын. Аға, жалпы Әдемай сіздің төл туындыңыз деп білеміз. Осы Әдемайда құрғанда қандай қиыншылықтар өтті? Неліктен Әдемай есімін таңдадыңыз? Сұрап. Бұл осыдан бір 2 жыл бұрын енді. Енді асабалыққа көп шығам. Ана әншіні алам, мына әншіні алам. Біреу келмей қалады, біреу жұмыс бабымен сыймай қалады жаңағы. Өзімді ән айтамын. Содан сөйтіп ойланып жүріп бір күні ойландым. Неге осы екі қызды қоспасқа? Бұларды енді менен биде қатысып жүрдім, мынау артынан мынау бар, Әсем бар. Сөйтіп жүргенде мынаны мен сразу неге бердім? Вокалға бердім. Сол жерде Айгүл деген қарындасымыз бар, вокалға бердім. Сол кісіге бердім, жоқ, ол алып кетті. Содан бастап
мен айтпайды алыстан арқалағанша жақыннан дорбалайын деп осы екі қызды қосайын дедім. Өздерінің нелері де келіп тұр. Түр әлпеттері де, дауыстары. Дауысы да келіп тұр. Неге алып шықпасқа деп бір оппады, бірақ ат қойған жоқпын. Бір екі рет жаңағы халық әнімен алып шықтым. Жаңағы мейрамханаларға. Жоқ, халық жақсы қабылдап. Содан арқылы енді бұлардың енді бір талабы, әсердің талабы. Біз енді мен өзім сондай бір нәрсеге көздесем, мақсат тұтам. Соған жетпей қоймаймын. Мысалы, мына әсердің де талабы сондай. Ақырын өзім бастап бердім мен басын. Содан арқылы өздері алып кеткен. Топтың атауы. Бірақ мен енді жаңағы спонсор жағын неғып тұрам, қаражат жағын. Мынау керек, мынау керек емес, мынау керек дейді, ананы алып келіңіз, мынаны алып келмеңіз дейді. Бәрін әкеліп беріп тұрдым, бірақ кейін өздері арқылы алып кеткен. Анау жетекте өзі сүйреген, алға талпынған баладан айналасың ба? Топтың атауы. Келетін болсақ, әлеуметтік желіде де жиі жаңағы пікірлер жазылды. Бізге көбінесе кейбір жандар түсінбей айтты, неге әдемі дедіңіздер, сіздер өз жүздеріңізді жаңа әдемі деп солай қойдыңыздар ма деп те дұрыс түсінбей қалғандар болды. Дегенмен бұл есім жайдан жай келген жоқ. Біз бір айдай ма есімсіз жүрдік, ары ойландық, бері ойландық, қалай қыламыз әсем деп. Сөйтіп жүрген күннің бірінде Әсем екеуміз түн мезгілінде жаңағы әңгімелесіп, сырымызда бір жырымызда бір ғой, әңгімелесіп келе жатып Әсемнің көзі көктегі, биіктегі әдемі айға түсті. Жаңадан туған. Қарашы, қандай әдемі ай деді. Содан бастап әдемі ай деген атау қойылды. Содан жаңа халықтың алдына шыққаннан кейін әдемі ай деген атты ыстық жақсы қабылдады. Содан солай топтың атауы қалды. Себебі аспандағы әдемідей әдемі болайық. Болмаса өнеріміз сол айдай биік шыңда тұрсын, өнерін биік шыңда жетейік деген мақсатпен солай қойылды. Мақсаттарыңызға жетуге тырысасыз. Жаңа айда жарылға ескі айда есіркейді. Ана бұл қарасаңыз бір әдемі болып тұрады ғой, жанды бұлттар болып тұр әдемі. Соған қарай қойылған бұлардың есімдері. Жалпы сіздер осы 2 жыл бұрын жеке шығармашылық концерттеріңізді бердіңіздер. Сонда жаңағы Әдемі ай кәдесыйлар компаниясы сіздерге демеушілік білдіріп, жаңағы бейнебаяндарыңызды түсіруге өздерінің ықпалдарын тигізді. Қазіргі таңда ол кісілерден қандай көмек болып жатыр, қолдау болып жатыр? Мен Әсем екеуміз де Тараз мемлекеттік университетінде білім алдық. Сол жерде білім алып жүре келе біраз ұстаздарымыз болды, бізді баптар бар, ақыл кеңестерін аямаған. Сол ұстаздардың қолдауымен біз университетте бір таныстыру, өзімізді таныстырайық, халық қалай қабылдар екен жалпы деп халықтың ақ батасын алу мақсатында алғашқы жеке шығармашылық концертімізді бердік. Ол университет қабырғасында болды. Дегенмен келген халық, сол кісілердің ақ батасы үлкен рахмет. Таныстыру концерті ретінде болды да, ол концерт біз ешқандай басқа мақсатты алға қойған жоқпыз. Ең бірінші концертіміз осылай Әдемі ай дуэтін таныстырайық, ел халық білсін деген мақсатпен ұйымдастырылған концерт. Бұл концертке бізге қолдау білдірген әкеміз, ата-анамыз, достарымыз десем де болады, және де бірден-бір осы қолдау білдірген ұйымдастыруына концерттің. Ол Әдемі ай компаниясы болған, кәдесыйлар сол кісілермен бірге жұмыс жасаймыз. Қазіргі уақытта да, алда уақытта бір жоспарымыз бар. Сол компаниямен бірігіп, бір жұмысты іске асыру. Енді ары қарай айтпай қойын, бірінші іске асырыласын, содан кейін Құдай қаласа жария ететін боламыз. Бізге республикалық деңгейлерден түрлі танымал продюсерлерден ұсыныс көп түседі. Біз ары ойланамыз, бері ойланамыз, қайсысымен жұмыс жасаған жөн. Енді әркімнің өзінің болмысы бар ғой, біздің өзіміздің бағытымыз бар. Қайсысымен жөн жасаған деп ойлана келе бір танымал продюсердің ұсынысына жаңағы оң көзқараспен қарап қабыл алдық. Қазіргі таңда өте үлкен дайындық үстіндеміз. Ол кісінің талабы бар, бейнебаяндарыңыз шықпай, менің есімімді жарияламаңдар деген. Сондықтан уәдеге берік болайық деп, әзірге дейін атын айта алмаймыз. Дегенмен сіздерге уәде береміз, Құдай қаласа бейнебаян шыққан кезде бірінші сүйіншімізді алып сіздерге келеміз. Біз сіздерді күтеміз міндетті. Алау-алау қызыл гүлдердей құлпырайық күнде, жап-жарық нұрлы жұлдыздай жарқырайық бірге.
сұлу нәзік жүректер сіздер менен бірге орындасын тілектер әдемаймен бірге. Осы арнаға ұзақ өмір тілейміз. Өмірлеріңіз ұласа берсін. Алла не тілесе құдіретті беріңіздер. Ұжым өсіп өнсін. Өмірің жақсы. Қаламызда осындай арна, 7 арнасы ашылды деген кезде біз өте қатты қуандық. Бағдарламаларды ерекше, мұнда жасайтын журналистер де түгел барлығы дерлік жастар жүрген жер білесіз, жанданады, жарқырайды, жалындайды. Сіздердің ұжымдарыңызға шығармашылық табыс тілейміз. Жұмыстарыңыз жемісті болсын. 7 арнасының мәртебесі әрқашан асқақтай берсін. Алла жар болсын сіздерге. Артық бала бар мана, мәз боласың жарай қалса шаруаңа. Теңіздерде кешіп өтіп жетепейне, жан ботасын сағынығанда аруана. Қыз бала анаға жақын келеді дейді. Бүгінгі кейіпкерлеріміздің кейпі керісінше болды. Әкелері қыздарына тек өнерде ғана ақыл кеңес бермей, киім үлгілеріне де өз көмегін тигізіп отырады екен. Бұл риясыз пейілдің өміршеңдігі болар бәлкім. Сіздермен болған менің Қаламқас Аңғасбек. Өмірлеріңіздің риясыз тұстары көп болғай. Арнада жүздескенше. Бас бәйгені аламан, сенсіз менің айыма тауып оңымнан. Атымы шауып бас бәйгені